Біз Құран-ы Каримде шипа болған нәрсені түсіреміз. Және мұмин адамдар үшін мейірім болған нәрсені түсіреміз. Ал енді залым адамдар болса, тек зияндықтан басқа еш нәрсені арттырмайды дейді. Бір ереже бар. Мысалы, мынандай ереже бар. Милтон Эриксон деген кісі айтады. Адам өмірінде үлкен бір 5 қағидат бар дейді. Соның ең үлкен бірінші қағидаты адам қаласа да қаламаса да өзгереді. Яғни өйткені бұл өмірді, ол өзгере береді. Ол өзгереді. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, барлық нәрсе. Ол бір қызық нүкте. Өйткені бұл бір жағы философиялық, бір жағы сондай ғылыми тұжырым. Неге? Күніге таңертең, сіз таңертең тұрған кезінде сіздің көзқарасыңызға бір жаңа нәрсе қосылады. Кешегі уақиғалардан түйген жаңа тәжірибелер және соған ұқсайтын дүниелер. Ғылым, білім, жаңалықтар, басқа, яғни көзқарасыңыз жаңарады. Сіздің көзқарасыңыз жаңарған сайын, сіздің өміріңізге деген көзқарасыңыз жаңарады. Жан-жағыңыз өзгермейді, сіз өзгересіз. Бірінші орында сіз өзгересіз. Сіз өзгерген соң, болып атқан уақиғаға басқаша көзқараспен қарайсыз. Басқаша көзқараспен қараған сайын өміріңіз өзгеше түрленеді. Сол үшін кейбір адамдар бір күні таңертең тұрғанда бөлек тұрады, бір күні таңертең тұрғанда басқа тұрады. Сол үшін андай әзілде бар ғой, сен қай аяқпен тұрдың деп, сол аяғыңмен тұрдың, оң аяғыңмен тұрдың ба деп. Расында да адам баласы екі-ақ көзқарас емес, жақсы жаман деген. Сан түрлі көзқараспен тұрады. Дәл сол сияқты, құрметті бауырлар, Құран-ы Каримнің аяты әрбір адамды бір нәрсе арттырып береді екен. Әрбір адамға, барлық адам. Құран естесіз, болды, ол сол жерде қалып кетті деп ойламаңыз. Ол сізге бір нәрсе арттырып береді. Е жақсылық, е жамандық. Бірақ оны сіздің әсеріңіз болады. Бұл өмірде дәл сондай. Әрбір секундыңыз, әрбір минутыңыз пайдалы және пайдасыз болып өтеді. Әрбір нәрсе дәл осылай. Ендеше, қазіргі біздің отырысымызда қазір Құран аяттары оқылады, және сол Құран аяттарына тәпсірлер, бірнеше тәпсірлерден жинап алып келген жиынтық түсіндірме, өмірге сай түсіндірілуге әрекет жасалынады. Енді осы бір отырысымыздан кейінгі отырыста сіз міндетті түрде өзгересіз. Бірақ ол өзгеріс сізге пайдалы ма, пайдасыз ба? Ақыретіңізге жақын ба, жақын емес па? Және де басқа көптеген сұрақтарға жауап беретіндей өзгеріс болады. Ендеше, мына аятты, Құран аятын бірінші орында осылай түсінеміз. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Мына Құран аяттарын біз шипа және мұъмин адамдар үшін мейірім қылып түсіреміз де, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَرًا. Ал залым адамдар тек қана қасірет, қиыншылықты ғана арттырады. Мұъмин адам Құранның аятын естіген кезінде жүрегіне, дертіне шипа және де Алладан болған мейірімге жетеді. Осы екі нәрсе мұъминнің алып кететін үлесі, және де ол міндетті түрдегі үлес. Одан басқа үлестері көп. Ал кәпір адам болса, тек қана зияндық тартады деді. Мына бір аяттың мағынасы қызық. Осы талдайтын аяттың бірнеше түрлі, сан түрлі жағынан келсек болады. Біріншіден, Алла Тағала Құран-ы Каримде шипа және мейірім деді. Сол үшін көп адамдар енді біз осы дүниеде өмір сүргеннен кейін бірінші орында өзі сіздің ойыңызда не бар, соны аласыз ғой. Бір түсінік айтқан кезінде әркім өзінің қазіргі ойындағы, қазіргі мақсаты, қазіргі арманы, сол нәрсеге қарай түсінік алады. Бірақ Құран-ы Карим ең бірінші орында бізді имандылыққа, тура жолға шақыратын, біздің дінімізді, ділімізді, иманымызды реттеп беретін дүние. Бірінші орында. Мысалы, Бақара сүресінде айтады ғой, «Зәликәл китабу ла райба фих». Бұл күмәнсіз мына бір кітап, «Худал лил муттақин». Тақуалы болған, яғни Құдайдан қорқатын адамдарға тура жол. Бірінші назначение, яғни бірінші осы кітаптың бірінші жүзі. Ондай болса, Алла Тағала дәл осы мағынаны, тура жол деген мағынаны шипа деп түсіндірді. Неге десе, сіздің жүрегіңізге күндікке әртүрлі мәліметтерден, әртүрлі нәрселерден күмән кіреді. Иманыңызға әртүрлі қисық дүниелер кіреді. Өйткені сіз бен біз тіршілік егесіміз. Білесіз, әйгілі хадис бар, бір сахаба отырып, жылап отыр дейді. Әбу Бәкір жанына келсе, әлгі сахаба жылауын тоқтатып, сосын Әбу Бәкір сұрайды ғой, неге жылап жатсыз деген кезде, әлгі сахаба айтады дейді,
менің жағдайымды сұрамай-ақ қой, мен мұнафық болып кеткенмін деп. Сөйтсе, астағфиралла, қалай мұнафық, қалай 200 болып кеттім десе, өзің ойлашы, пайғамбардың жанында отырсам, о кісінің сөздерін естісем, о кісінің жанында бір сондай бір руханиятты сезінсем, мен оң жағымда жәннат, сол жағымда дозақты сезінемін дейді. Кәдімгі соншалықты керемет боламын. Бірақ үйге барам, ана баламның тіршілігі бар, әйелім, ана дүние жетпейді, мал жетпейді, нан жетпейді, киім жетпейді, дәрі дейді, үйдің бір шеті бұзылып қалды дейді, оны сылауым керек, анау мынау. Күйбіңге кіріп кетемін да, бейне жаңалдегі дозақ пенен жәннаттың арасындағы адамды ұмытып кетемін, ол мен емес сияқты болып қаламын дейді. Бір түрлі бір 200 адам сияқтымын дейді да. Мына жақта басқамын, ал мына жақта басқамын. Мен құрыдым деген кезінде Әбу Бәкір бірге жылайды. Не болды енді саған десе, тура сен сияқты мен де сондай екенмін. Құрыдық екен ғой дейді ғой. Сөйтіп пайғамбарға барады, сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: егер сендер менің жанымда жүргендей соншалықты сезіммен барлық жақта жүре алсаңдар, онда сендер менен періштелер кәдімгі көздеріңе көріп амандасатын еді деген екен. Ол бөлек дәреже да. Бірақ енді Әбу Бәкірден үлкен әулие жоқ дейді. Білесіз ба? Сондай ереже бар. Біздің сенім бар. Жер бетінде қанша әулие болса да, жер бетінде қанша мықты мен деген пір әулиелер болса да, Әбу Бәкірге жетпейді. Ол біздің сенім наным. Ал Әбу Бәкірдің көзқарасын қараңыз. Ол да адамдығын айтып жатыр да. Яғни кейде иманың сонша жоғары көтеріліп тұрады, ал кейде ана тіршіліктен, Құдай сақтасын, пендеміз ғой, нәпсінің бір алып ұшқан кездерінен, кейде ашудың себебінен, кейде басқаның себебінен дүниеге қызығасын, кейде бір сөздерге алданасын, әйтеуір дүниеге неше түрлі болып сан қылып алданған кезіңде, Құдай сақтасын, имансыз адамдар сияқты күй кешесің. Жүрегің соншалықты бос, иманнан шет болып қалғандай болып қалады. Міне осы бір жағдайдың бәріне бірінші орында Құран ем. Менен ұзағынан келді демеңіздер. Айтпағым енді қысқа, нұсқа, нақты айт десеңіз, біріншіден, егер сізде менің иманым әлсіреп жатыр, менің руханиятым төмен сияқты десеңіздер, Құран оқыңыздар. Міне сіздердің шипаларыңыз. Басқа шипа жоқ. Құрандағы осы аят бірден бір осы жолды ғана айтады. Ең бірінші үлкен мағынасы сол. Жүрегіңізде иманды күшейтіңіз келе ма? Жүрегіңіздегі тәкаппарлықты, имансыздықты, шайтанның неше түрлі уәсуәстарын, әртүрлі күмәндарды, күпірлікке барып жатқан сондай ауру, жүректің бүкіл иманға алып баратын, сізді иманнан тосып қалатын дерттердің бәріне ем ол Құран. Ем ол Құран. Қалай ем? Оны қалай ішеміз, қалай қолданамыз, ол инструкциясы бөлек. Мен өзі емін айтып жатырмын. Не сізге ем болатынын айтып жатырмын.